Сәлем барлықтарыңызға. Сіздермен бүгін осындай ерекше, дәмді, әрі тез 30 минутта дайын болатын, тез қорытылатын кешкі астың жасалу жолын көрсетемін. Міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Егер де менің осы каналымда рецепттер сіздерге ұнап жатса, маған тіркеліп лайк басып, өз пікірлеріңізді жазуды сұраймын. Ең алдымен осылай ыдысымызға майымызды құйып, туралған етімізді саламыз. Бұл ет менде маринадталған ет. Егер де рецепті керек болса, менің каналымда өтіп қарасаңыздар болады. Өте дәмді ет. Кез келген тағамдарыңыз тез пісуге көмектеседі. Етіміз 30 минутта дайын болады. Осы маринадпен жасайтын болсаңыздар, мен кез келген тағамды осы етпен жасаймын. Міндетті түрде қарап жасап көріңіздер. Енді етімізді салып, пиязымызды, тұзымызды салып қуырып аламыз, және туралған сәбізімізді де салып, тағы да қуырып алатын боламыз 1-2 минут. Барлығымен осылай төрт-бұрышлеп тураймын. Тамақтарыңыз өте әдемі және дәмді болып шығады. Қақпағын жауып 1-2 минут қуырамыз сәбізімізді. Келесі бізде капустамызды да осылай төрт-бұрышлеп турадым. Капустамызды да салып, капустамызды да 1-2 минут қуырып алатын боламыз. Барлығын осылай бөлек-бөлек қуырып аламыз. Сол кезде біздің тамағымыз ерекше дәмді болады. Міне бізде капустамыз дайын, жақсылап қуырылды, жұмсарды. Енді үстіне қызанақ салатын боламыз. Бір дана турап. Қызанағымызды жақсылап араластырып, суы шыққанға дейін қуыратын боламыз. Қызанағымыз қуырылғаннан кейін енді үстіне су құямыз. Бір-екі рет осылай қозғап аламыз. Қызанағымыздың суы шығу керек. Енді үстіне осылай салқын су құямыз. Бірінші кезеңде 2 стакан су құйдым. Енді осыны бір қайнатып аламыз. Өте қатты қайнатып жібермеңіздер, баяу отта қайнатыңыздар. Енді қайнап шыққан суымызға туралған картошкамызды саламыз. Және оның үстіне жуылған таза гречкамызды салатын боламыз. Мен осылай үлкен кесені толтырмай салдым. Осылай тегістеп алып, қатты отта қайнатып аламыз бірінші кезде. Қақпағын жауып қайнатып аламыз бір. Міне бізде осылай қатты қайнап шығады. Ешқандай аудармайсыздар, осылай кішкене қозғап жіберіп, енді газымыздың астын сәл басып қоямыз. Қақпағын жауып 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Міне 20 минуттан кейін суы тартылып, біздің гречкамыз дайын. Осылай бір қозғап аламыз.
дана болып шығады, жабыспайды ешқандай. Енді осының үстіне туралған чесногымыз саламыз. 2-3 дана чеснокты осылай турап саламыз. Жақсылап араластырып, отымызды өшіріп, қазанымыздың қақпағын жауып, тағы 5-10 минутқа демалдырып қоямыз. Сонымен біздің тамағымыз дайын. Міне осылай арасында мен салатымды дайындап алдым. Үйдегі бар заттардан осылай салат дайындап алдым. Өздеріңізге ұнаған жеңіл салатты дайындап алыңыздар. Міне бізде 5-10 минут өтті уақыт. Тамағымыз дайын. Өте дәмді тамақ болып шығады. Енді осылай ыдысымызға саламыз. Балалар өте сүйсініп жейді және жеңіл қорытылады. Кешкі асқа міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне үстіне осылай көкпиязымызды салып, әсемдеп дастарханымызға тартамыз. Көкпияз негізі ерекше дәм береді гречкаға. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды қуантыңыздар. Пайдалы тамақтаныңыздар. Егер де осы видео ұнап жатса, сіздерге лайк басып, комментарий жазып, менің каналымды қолдауды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беріңіздер.